Қайырлы күн, ардақты ағайын. Сіздермен сырлы сұхбат айдары. Бүгін біз елдік мүддені жеке бастың қабынан жоғары қойған, темірдей тәртіппен биік жауапкершілікті қатар ұстанып, кәсібіне адал, болмысына бекзат азаматпен жүздесіп отырмыз. Ол бірнеше жылдан бері Қазалы вагон пайдалану депосының тізгінін ұстап, білікті басшы, теміржол саласындағы тынымсыз тіршілікті үйлестіріп қана қоймай, аудандық мәслихат депутаты ретінде ел сенімін арқылап, халықтың аманатына адал қызмет етіп жүрген жан. Кәсібіне деген құрметі мен адами болмысы үйлескен құрметті теміржолшы атағын иеленген азамат Арғын Қайырбайұлы Орынбаев ағамыз. Аға, сұхбат беруге келіскеніңізге алдын ала рахмет. Ал енді сұхбатымызды бастасақ. Арғын Қайырбайұлы, Қазалы депосы аймақтағы жалғыз вагон пайдалану кәсіпорны, жылжымалы құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған депоның тіршілігі қалай жүріп жатыр? Саламатсыздар ма? Бірінші мекеме туралы айтып өтетін болсам, Қазақстан темір жолына қарасты, Қызылорда темір жол бөлімшесіне қарасты Қазалы вагон пайдалану депосына жатады. Бұл 90 жылдары жалғыз Қазақстан темір жолының ішінде реформалар жүріп жатты. 90 жылдан кейін 99 жылда сол реформаның несі темір жол саласына да жетті. Сөйтіп, бір болып тұрған ремонт жасайтын деполар, сосын пайдалану деполары, сосын пассажирский вагондар деполары бәрі бөлінді. Біз Қазалы вагон пайдалану депосы деген 13 августта 1999 жылы 266 приказбен бекітілді. Қазіргі таңда осы бізге қарасты мекеменің ішінде бір жағынан Түркістан станциясының бер жағында Сауран деген станция бар. Содан мына Сексеуіл кентіне дейін, станциясына дейін, жаңа жол бар Қарағанды жаққа 270 км Қоскөл станциясына дейін. Соның ішінде техникалық жағдайын жолаушы және жүк пойыздарын қамтамасыз етіледі. Қарамағымызда 4 ПТО бар. ПТО деген сөз техникалық бекет. Ол Қызылорда қаласында орналасқан, Шиелі станциясында орналасқан, сосын Қазалыда, сосын Сексеуілде. 26 контрольный пост деген бақылау бекеттері. Ол мына 2014 жылы 22 августта ашылды. Жезқазған Шалқар деген жаңа жол. Соның бойында 5 бақылау бекетіміз бар. Сосын Түркістан мен екі ортада 19 бақылау бекеттері бар. Әрқайсысында кезекшілікпен жұмыстар істейді. Барлық саны, қазір жұмыстар саны 400. Кезінде 2016 жылға дейін ол 600-дей адам қызмет жасаған. Ел сенімін арқалау оңай емес аға. Депутат ретінде халықтың аманатын арқалап жүрсіз. Осы жауапкершілік жүгін қалай сезінесіз? Әрине, депутаттық болу оңай нәрсе емес. Ол халықтың басшылық қызметкерлердің арасында, мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы алтын көпір десе де болады. Мен депутат есебінде осы 4 шақырылымда депутат болып келе жатырмын, аудандық мәслихатқа. Бұл жерде енді қиыншылығы да бар, қызықшылығы да бар. Депутатқа бір жерде кейбіреулердің түсінігі болады, айлық төлейді, сонымен жаңа арман қарай депутаттық қызметін атқара береді. Мәселе онда емес. Мәселе екі жақтың жауапкершілігінде. Шындығына келгенде, он мынау бір жерде маған асфальттап бер, болмаса көшем салып бер дегенде нәрсені бұл бюджетке келіп тірелетін нәрсе. Соған биліктің сосын сайлаушылардың да екі ортасында жүретін алтын көпір есебінде соған жауап беретін тұлға деп түсінемін. Теміржол темірдей тәртіп аға, ал жүрек нәзік дүние. Теміржолшы Арғын ағаның жүрегін елжіреткен бір сәтті айтып бере аласыз ба? Сұрағыңыз қиын да сұрақ, және қызық та сұрақ. Шындығына келгенде, мен өзі 1985 жылы техникум бітіріп, Шымкент отделениесіне теміржол бөлімшесіне келіп жұмыс істеген. Сонда алғашқы ұстаздарым, бірінші айтып кететін болса, Маргарита Сергеевна деген, қазір ол өмірде жоқ, жақсы апайлар болды. Солардың бірден енді жас бітіріп келген кезде арман қарай алып кетуіме сондай бағдар беріп отырған кісілердің бірі. Онан 4 жыл қызмет жасап осында келдім, осы Қазалы станциясына. Өйткені әке-шешем теміржолшы болатын. Отбасыңыз, путейші болатын. Өмірінен 96 жасында 2007 жылы кетті. Сол шақырумен үйде 2 ұлымыз,
олар үйленгеннен кейін, отбасын құрғаннан кейін бөлек кетті. Мен үйленіп осында келгенмін. Тұрмыс жағдайыма осы қазалы вагон пайдалану депосына келдім. Ең ішіндегі жаңа қызықты жағдай демекші, есімде қалатыны 2022 жылы мына қаңтар оқиғасы болды. Пойыздарды тоқтатып тастады. Осы жерде өздерінде шет жағасын білетін шығарсыздар. Ол пойыздың ішінде бірде-бір басқа ұлттың өкілі жоқ. Отырғанда қазақтар, балдар да сондай, жас балдар да, солардың бәріне келіп, жұмысшыларым келіп, аға осы мына тұрып қалып жатыр. Мына жерде тамақтандыратын бөлім жоқ. Болмаса басқа дәрі-дәрмек жоқ. Ковидтің соңғы кездері ғой. Сол кезде солай деп жұмысшылардың келіп айтқанында бір жылды ойластырып көмек берсек қалай болады дейді. Сол кезде төбемнің көкке жеткен кезі сол болды. Өйткені халықпен де, жұмысшылармен де, басшылармен де сол келісімін алдық та осы жерде солай ұйымдастырдық. Соны әлі күнге дейін айтып жүреміз. Енді сендердің арқаларында мені көкке жеткізген уақыттарым сол болды дегендей. Береке берсін аға сіңізге. Адамның жақсысын жұмысынан емес, жүрегінен тану керек дейді ғой аға. Сіз өзіңізді қандай сәтте жақсы адам болдым деп есептейсіз? Енді сұрақ. Жақсы адам болдым деген адам өзінің жақсылығын айтпайды әрине. Әрине жақсылығын айтпайды. Өзіңді біреулер мақтап жатса, сол кезде я болмаса шындығын айтып жатса, сол кезде көкке жетіп қаласың. Бір әйтеуір осы депоны басқарғаныма қазір биыл 26 жыл. 26 жылдың ішінде сыртымнан осы дұрыс емес адам, я болмаса ананың көңілін таппады, мынаған осындай шындықты айтпады, басқа жолға жаңа итермеледі дегендей сөз естіген емес. Қай жерге барам, Қазақстанның қай жеріне барсам да айтсам қазағының вагон депосын басқарып отқан ана ағаларың бар емес бе? Сол кезде көкке жеткендей болып қаламын. Тамаша. Кез келген жұмыстың ішкі асханасы болады. Өз салаңыздың қызығы мен қиыншылығы туралы не айтасыз? Қиыншылық темір жолда күндіз түнде де қиыншылық болады. Қызығы да болады оның. Қиыншылығы қыстың көзі қырауда да ол әрине. Қыс болды екен ау, суық болды екен ау. Жаңбыр жауып тұрса да, дауыл болып тұрса да, әйтеуір үлкен зілзала болмаса, пойыздар жүріп тұрады. Пойыздың ішінде жолаушылар да болады. Сосын жүк тасымалымен тасылатын адамның жанынан басқа заттардың бәрі де өтеді. Бір кішкентай кемшілік жасап қойып отырсаң, оның өзінде ар жағында миллиардтаған өшіріп кетіп қалады. Осы таңда мен айтатын болсам, осы қызметкерлердің арқасында, басқа да әріптестердің арқасында, осы 26 жылдың ішінде осы мекемеге келетіндей бір ақау жіберілмепті. Мен соған мақтанамын да, солай жүремін. Қарапайым теміржолшыдан құрметті басшылыққа дейінгі жол бір күннің жемісі емес аға. Осы жолдағы ең үлкен өмірлік сабағыңыз қандай болды? Жаңа алдыңғы сөздерімде айттым. Мен де жұмысшы болғанмын. Жұмысшы қызметінде мына ол кезде 1978 жылы Астапойыз деген мекеме болған, қазіргі мына Жібейдің ісі. Сонда бетонщик болдым. Сөйтіп әскерге кеттік. Әскерде жүріп, сонда мен жолыма енді қазіргі жолдастарым бар. Қазір мына Қазгүйде кандидат химический наук. Сонымен сол жігіттермен танысып, ол абитуриент болайық, Алматыға оқуға барайық деп. Сонымен менің алғашқы дайындығым әскери қызметте басталып кетті. Сөйтіп осында келдік, оқыған енді түстік, техникум оқыдық, мұнан кейін институт оқыдық. Екеуін бітіріп келіп, жоғарыға енді қандай осылай себеп болды дейсің ғой. 90-шы жылдардан кейін барлық салада тоқырау басталды. Тоқырауды өздерің шет жағасында естіген шығарсыңдар. Тамақ талонмен болды, барлығы сондай талонмен, книжкамен болатын замандар болды. Қазақстан темір жолының ішінде де Атыраудағы мұнайды шығаратын через достық станция арқылы Қытайға шығаруға вагон табылмай қалды. Сол кезде жүріп Атыраудағы цистерна деген вагон бар, мұнай таситын бошка вагондар. Сол списать етілген, атысы жарамайды. Жамбылда платформалар бар, оның үстіне зат тиелмейді, ағашының бәрі жоқ. Ол да срогыға келген, 30 жылдың үстіне шығып кеткен. Соны модернизация жасап, Жамбылдың ішінде, Тараз қаласында сон цистернаның үстіне құйып,
соны Жамбылдан Атырауға дейін тәжірибелік неден өтті. Сол состав, бір состав. Сол составты мен осы жерде жұмысшы болып жүргенде, вагон қараушы болып жүргенде күтіп алдым. Күтіп алып, сол бір-екі сұрақтарын қойған. Оның ішінде проектный институттан болған. Ол қазір басшыларымыз бұл өмірде жоқ кейбіреуі, біреулерінде барларының өзі 88-90-ның арасындағы. Сол кездегі мен саған жігіттер ғой, пенсия жасына келмеген ол кездегі. Содан 99 жылы екіге бөлініп, жаңа реформаға байланысты. Енді басшылықты кім жақсы көрмейді дейсің, бәрі барды, 12 адам келді, барып өте алмай келді. Сол кезінде вагон қараушы болған ана Балақаяқтар деп мені тауып алды. Ағайыным жоқ, таныстығым жоқ. Сол кездегі сол басшы Семей жерінің Аягөз деген жерінің темір жолшылары. Біздің бірінші департаментке Астанаға көшіп барады. Сонымен барып, я орынбасар болған жоқпын, я бас инженер болған жоқпын. Осы не маған бұйырды. Бұйырып, қазіргі таңда енді басшылықтың 7-8-і келді. Темір жол бөлімшесінен де солай болды. Барлығымен де тіл табысып жұмыс істедік. Алға қойған мақсаттарын орындап, уақытында дербесті баяндап, сөйтіп отырғаннан кейін бұл. Соның себебі шығар деймін, осыға 26 жыл отырған. Қызылорда облысында вообще Қазақстан темір жол бойынша бір жерде 26 жыл отырған. Сұрағымыз аға, адал адам деген ұғымды сіз қалай түсінесіз? Енді адал екенімді, басқа екенімді сыртымнан айтуға тиіс қой. Енді мен өзіме, менің түсінігім бойынша адал адам деген сөз. Менде 2 ұлым бар, бірақ темір жол саласында емес. Ертең зейнеткерлікке шыққанда мынаның әкесі дұрыс емес, мынандай қисық жолмен жүрді десе, ол маған минус болды деген сөз. Әкесі жақсы болды десе, мен соны адал адам екенім сонда сенуге тиіссің деп ойлаймын. Керемет аға. Рахмет аға, сұхбат беруге келіскеніңізге. Осылай алдымызда ақылшы ағамыз болып жүре беріңіз. Кәсібіңізге Алла тағала береке берсін. Аман болыңыз аға. Рахмет. Құдайым қолдасын, қолдағанның белгісі бастарыңнан бақпен қыдыр орнасын. Келген қыдыр кетпесін, жаманшылық жетпесін. Үйлеріңде жайылған дастархан болсын, ел ішіміз аман болсын. Үйлеріңе көп қол бала берсін, оларға таудай талап сана берсін. Балдарың есейіп ер жетіп, өмірлері қызықты бола берсін. Алға қойған мақсат тілектердің бәрі қабыл бола берсін.